Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, құрметті домбыра өнерсүйер қауым, домбыра аспабында үйреніп жатқан шәкірттерім болса, сәлеметсіздер ме. Здравствуйте, уважаемые зрители, кто обучается на инструменте домбыра. Сегодняшний наш второй урок посвящен продолжению народного киенес. Сейчас я вам сыграю то, что мы играли на первом уроке, и продолжу то, что мы будем играть сегодня на втором уроке. На нашем этом уроке, да? То, что мы играли на первом, прошли на первом, и сейчас второй урок. Теперь смотрите, ставим наш первый палец на пятый перне. Бесінші саусаққа, яғни екінші нүктеге, өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші нүкте бар, екінші нүкте бар. Төменгі шектің бесінші пернесіне бірінші саусағымызды қойып, және жетінші пернеге бас бармақты қоямыз. Сосын, енді қараңыздар, қағыстарымыз қалай болады? Төмен, жоғары, төмен. Кішкене тезіректеу болады. Сосын, екі жоғары. Төмен, сосын 9-шы пернеге 4-ші саусақты қоямыз. 7-ші пернеге 2-ші саусағымызды қоямыз. Сонда осылай болады. Екі төмен, екі жоғары. Тағы да қайталап шығамын. Одан кейін үстіге қарай жылжимыз. Теперь меняем местоположение наших пальцев. Ставим первый палец на 4-й перне. Бас бармақ, большой палец, ставим на 5-й перне. 5-ші пернеге бас бармағымызды қоямыз. Одан кейін қараңыздар. Төмен, 4-ші саусақ, 7-ші пернеге. Екі төмен, енді жоғары, осы жерде жоғары, жоғары. И қайттан біздің лигая, бас бармақ лига болады. Тағы да қайталап шығайын. Төменгі шектің 5-ші пернесіне 1-ші саусақты қоямыз, және үстіңгі шекте 7-ші пернеге бас бармақты қойып, төмен, жоғары, төмен, кішкене тезіректе ойнаймыз. Если это считать, то будет на 2. Раз, два. На раз идет 2 штриха. Раз, два, потом 3, 4. Раз, два, 3, 4. Понятно, да? Затем играем вниз. 4-ші саусағымызды 9-ші пернеге қоямыз. 4-й палец ставим на 9-й перне. Потом 2-й палец на 7-й. И возвращаемся к 1-му. И это вот так звучит. Теперь перемещаемся. Бас бармақ ставим на 5-й, 4-й палец, 1-й палец ставим на 4-й. Вот так, еще раз. Теперь вместе сыграем. Вторая тема. Теперь я вам сыграю первую и вторую вместе. Вступление. Теперь вторая. Теперь идет третья. Смотрите, в третьей
нас получается второй палец ставится на второй и большой палец ставим на седьмой перне. Жетінші пернеге төменгі шеке екінші саусақ, үстіңгі шеке бас бармағымызды қоямыз да осындай қараңыздар. Осылай ойнаймыз. Яғни қараңыз. Тағы да көрсетем. Жоғары енді. И төртінші саусақты тоғызыншы пернеге қоямыз. Сонда бұлай болады. Енді бір пернеге төмен қарай жылжимыз. Төртінші саусақпен төмен. Сосын екінші саусақты жетінші пернеге қоямыз. Қайттан тоғызыншы перне жоғары. Қайттан жетінші перне. Екінші саусақпен, сонда бұлай болады. Тағы да ойнайын. Одан кейін қайттан бас бармақпен бесінші саусақ, бесінші пернеге қоямыз. Бірінші саусақты төртінші пернеге. Тағы да көрсетейін. Міне, осы бізде үшінші темасы болады, үшінші тақырыбы. Тағы да үшінші тақырыпты көрсете кетейін. Жылжыдық, қайттан екінші саусаққа оралдық. Тоғызыншы перне, екінші саусаққа оралдық. Енді төртінші перне және бесінші перне үстіңгі шекте. Екі төмен, екі жоғары. Міне, бізде үш тақырыпты біз өттік. Бірінші тақырып ол мынау. Екінші тақырып. Үшінші тақырыбы. Осы тақырыптан кейін біз бірінші теманы қайталаймыз. Яғни, ол бұлай. Осы бірінші тақырыпты біз бірінші сабақта өттік, сондықтан оған тоқталмаймын. Енді бізде төртінші тақырып болады, ол қараңыздар. Осы екінші перне, ля нотасы деп айтамыз, яғни осы бірінші нүкте тұрған жерде астыңғы шектен бірінші саусақпен басамыз. Енді қараңыз, қағыстарды қалай аламыз? Төмен, жоғары, төмен, одан кейін екі жоғары болады. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4 деп ашамыз. Мына бірінші саусағымызды ашамыз. Көрдіңіздер, тағы да көрсетейін. Енді екі жоғары, екіншісіне ашамыз. Одан кейін қайттан жабамыз. Сосын көшеміз бірінші саусақ, төртінші перне, бас бармақ, бесінші перне. Сосын екінші саусақ, қараңыздар, бұлай болады. Енді қосайын бәрін. Енді осыдан кейін екінші саусақты төмен қағыз, сосын төртінші саусағымызды жетінші пернеге қоямыз, төмен. Қараңыздар, төмен, төмен, жоғары, жоғары. Тағы да көрсетейін. Төмен, төмен, жоғары. Лига, Міне, осының бәрі бізде халық күй кеңестің бірінші бөлімі болып саналады. Тағы да осы төртінші тақырыпты көрсетейін. Екінші пернеге бірінші саусағымызды қоямыз да санасақ. 1, 2, 3, 4. Одан кейін төмен, жылжимыз, төмен, жоғары, жоғары. Екінші саусақ, 4, 1. Енді тағы да.
бірінші бөлім. Енді сіздерге толығымен ойнап шығайын. Бірінші бөлім, осы екі сабақта осыны біз жаттадық деп ойлаймын. Егер сіздерге менің түсіндіргенім түсініксіз болса, сіздер өздеріңізді комментарийіңізді маған қалай сіздерге тағы да түсіндірсем, сондай өздеріңіздің кеңестеріңізді жазып қойсаңыздар, мен міндетті түрде оларды оқып ескеремін. Сіздерге көптен көп рахмет. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Надеюсь, я вам объяснила доходчиво, понятно. Если вам что-то непонятно, прошу вас написать это все в комментариях. Я обязательно это все учту и буду применять. Спасибо всем за внимание. Учите күй, халық күй, кеңес. И, конечно же, на третьем уроке мы продолжим вторую часть.